күн ыстықта кондердің астына қамалып, ауырып өлесіңдер ертең. Жаман тұмау жүріп жатыр қазір. Бірден ақыл айтып келгеніңізше жезде сіздің. Қандайсыздар? Кеп қапсыз ғой? Жақсы, қысыр балдыз, өзің қалайсың? Қысыр емес жезде. Дұрыстап айтсаңызшы, қайным деп. Енді тумайтын балдыз болған екен, қысыр балдыз боласың да? Қойыңызшы жезде. Не болды көзің жауып отырсың? Аш жана қолыңды. Не қана ана? А? Балдыз, не қана ана көзің? Бөлмеймін, есік көріп алған жар. Қандай есік ол тура көзден ұрады. Қазір сондай есік шыққан дейді ғой үйді. Тура көзден ұрады дейді. Азанда біздің әпшешкі де соған ұрып апты көзін. Қойш. Есік көріп алдың ба? Точно? Білесің ғой сен точносын айт. Балдыз. Өзіне сұрасай, тілі бар емес па? Айтатын жар. Айт деймін саған, Қой. Бісмілла. Жезуға. Кеттім мен, короче. Қайға? Қайқа дегенде, жаңа әпшем айтқан, заттарын жина ауылға кетеміз деген. Сұрамай ма ол қайқа кетіп баратқан айтпаймын. Не бар ауылда? Кеше ғана келді ауылда. Білмеймін, короче, жездуға. Ол өздерінің проблемаларын. Білмейді екен, короче. Заттарын жина ауылға қайту керек. Әпшешке айтты болды заң ғой. Давай, короче, жездуға, связдамыз. Хабардамыз. На связи. Не болған көзің, А? Ештеңе. Ұрды ма анау? Ұрған ғой, Не ап, жылайын деп тұрсың, еркек емессің ба? Ұрды ма анау? Не ұрмайсың сен? Исабек, есіңде болсын. Любой удар, кроме солнечного, не должен оставаться без ответа. Ұрт жұртта.